маған не береді дегенше, мен еліме не беремін деңіз. Рүстем Ермекбай 1988 жылы Өзбекстандағы Бостандық Қазақ ауданында дүниеге келген. Қазақстандық бренд Сабыржан Айреннің негізін қалап, бүгінде Айрен Групп текстильді холдингін және халықтық жоба Айрен онлайнның бас директоры болып қызмет атқарады. Сабыржан Айрен бүкіл отбасыға арналған киімдер топтамасын шығарумен айналысады. Сабыржан Айрен компаниясы Қазақстандағы қарқынды даму номинациясы бойынша бірінші орынды жеңіп алды. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы. Мақсаты бизнеспен айналысқысы келетін әрбір азаматқа әлемдік Uber, Airbnb секілді онлайн платформа арқылы мүмкіндік беріп, Қазақстанда шағын орта бизнесіне қолдау көрсету. Үш жасымда әлі есімде, бір алыс таңда 4-те тұратынбыз, алыс жерге жаяу барып, сол жерде жаңағы картоп, пияз қалдықтарын қазан айында жаңағы жерді кәулейсің, аударасын, қарайсың, сол жерде жаңағы картоптың жартысы кесіліп кеткен, сондай қалдықтар, трактордан кейін қалған қалдықтар, соларды жинап, тұздап, қысқа дайындық. Кейін мектеп кезінде енді өзімізге өзіміз жаңа киімімізді алатынбыз, мал қарайтынбыз, мал бағатынбыз. Мектепке бара бастаған соң енді киіну керек. Мен таңғы 4-те қайтадан тұрып Ташкентке жаңағы барып, қазір мынау Сейфуллинада көрсеңіз, немесе базарлардың маңайында көрсеңіз, адамдар пакеттермен тұрады, жұмысшылар машина тоқтайды, барлығы жаңағы жүгіріп барып, жұмыс бар ма деп сұрайды. Сол секілді жұмыс жасайтынбыз. Енді ол жерде әртүрлі жұмыс. Күніне қазіргі уақытпен есептесең, бір 150-200 теңге ақша. Бірінші сынып пен 4-ші сыныпқа дейін біз қазақ мектепте, бірақ орыс сыныпында оқығанбыз. Ол жерде жаңағы 4-ші сыныпқа дейін 14 бала болғанбыз. Ол жерде жаңағы мұғаліміміз татар, барлығымыз қазақша сөйлейтінбіз. Сөйтіп 4-ші сынып бітіргенше біз орысша үйренген жоқпыз, бірақ мұғаліміміз қазақша үйреніп алды біздің арқамызда. Кейін орыс мектепке өткен кезде, ол спорт мектебі еді. Ол жерде мен жаңағы мына мектепте отличник болсам, жаңағы 5 алып жүрсем, арғы мектепте 3 алып жүрдім. 2-3 алып жүрдім, өйткені орыс тілін білмеймін. Сөйтіп мұғалімдер ұрысып, айқайлап, сен жақсы 5 алып жүрген едің ғой, не болды деген секілді. Бір сөз ауыр тиген. Сөйтіп келесі сабаққа мен барлығын жаттап барғам. Тіл білмесем де жарайды, жаттап көрейін деп. Жаттап айтып бергеннен кейін 5 алдым. Сол немен маған сол түрткі болды. Бұлай қарап отырсам, осы уақытқа дейін өмірімде кейбір адамдар маған сондай түрткі беріп отырған екен. Соның арқасында мен жаңағы орыс мектепте кітапханадағы бүкіл кітаптарды мен 2 рет оқып шыққан шығармын. Кейбіреулерін 5 рет. Басқа кітап қалмаған. Председатель правления деген болатын бізде. Солай болдым. Ол жерде системасы өте мықты еді. Мен қазір сол системаны мектепте, сол жақта болған системаны мен қазір бизнесте қолдануға тырысып менің әкем жаңағы мықты, былай айтсаң, строитель болған. Менің мамам енді ол кісі еден жуушы болған бұрын. Есімде біз енді кейде мен мектепке енді отличникпін, бірақ сонда да мектепке киетін киім болмаған кездер болған. Сол кезде жаңағы еден жуушы болып жүрген кезде бір пациенті енді айтып қалған ғой, баламның аяқ киімі жоқ киетін деген секілді. Өзінің қызының кроссовкасын беріп жүрген. Платформада мынандай аппақ бұрын мода болатын. Сөйтіп мен оның қыздардікі екенін білмей мектепке киіп барғам. Киіп барған кезде барлығы үстімнен жаман күлген. Ол қатты бір не дейді, менде не қалып қойған, шрам. Кейін тағы бір кезде мен 3 ай мектепке барған жоқпын, өйткені киім болған жоқ, киетін 8-ші сыныпта ма сондай. Переходной возрастта ғой бәрі. Сол кезде мұғалімдер өздерінің балдарының дәу киімдерін әкеп берген.
3 айдан кейін. Сол жерде мен мектептен шығып кете жаздағам. Мамамның бір айтқан сөзі маған әлі де есімнен кетпейді. Әрбір қиыншылықта соны не қыламын. Енді үйде таңда тұрасың. Енді ол күнде істей бергеннен кейін шаршап кеткенсің. Жаңағы жер аудару керек. Тұрасың, жаңағы таңғы асың ішесің, огородқа қарап тұрам, дәу жер енді. Оны аудару керек. Кейін жалқауланып бүйтіп тұрған кезде мама айтатын: көз қорқақ, қол батыр. Шамалы баста, қалай бітіргеніңді байқамай қаласың деп. Ауыр жұмыс, бірақ соның арқасында мен жаңағы тиімділікті арттырдым. Мен мысалы күнде таңда барған кезде ойлайтын, қалай терсе тез теруге болады. Қалай отыруым керек, қалай тұруым керек. Мысалы мен директорден 7 фартук алып алатын. Мысалы басқалар 1 фартукпен жүретін болса, мен 7 фартук аламын. Өйткені уақыт. Таңда 10-ға дейін, мысалы 7-ден бастасақ, 10-ға дейін бізде мақтаның несі ауыр болады. Өйткені жаңағы таңғы влажность бар ғой, сол мақтаның салмағы. Сондай секілді әртүрлі бір өзіме техникалар ойлап табадым. Кейін енді ауылда жалғыз қалдым. Жұмыс жоқ басқа, не істейсің, мал бағып жүре бересің. Біреуден естіп қалдым. Ташкентте Қазақстанның елшілігі бар. Сол жерге барсаң, қазақ болсаң, оқуға түсуге мүмкіндік бар деген секілді бір сыбыс естіп қалдым. Ташкентте дұрыс жақсы білмеймін. Сөйтіп әйтеуір барғам, іздеп тұрып, Ташкентте біраз пешком жүріп, жаяу жүріп, елшілікті тауып алып, сөйтіп барған кезде жаңағы оралмандарға арналған бір жаңағы дайындық курстары бар еді. 9 ай оқисың, НТ-ға дайындаласың. Егер грантқа өтіп жатсаң, оқуға түсесің деген секілді. Сөйтіп ол жерде мен математикадан жақсы едім. Қазақ тілі, Қазақстан тарихы мүлдем жоқ біз. Енді ол жерде біз үйренген жоқпыз мектепте. Сөйтіп математика арқасында мен оқуға түстім. Ешкім енді айтпаған ғой маған осылай оқы деп. Бір жағынан оқуға түсу, грантқа түсу деген мақсат қойдым. Бірақ кейін ол мақсат шетке шегінді. Өйткені менің бүкіл ойым жаңағы тест жаттаумен болды. 4 сағат ұйықтап, жаңағы соның тест жаттау арқасында қазақ тілін жақсы меңгеріп шықтым. Бүкіл етістігі бар, жаңағы грамматикасы бар. Жаңағы Қазақстан тарихын меңгеріп шықтым. 120 балл еді ол кезде. 120 балдан 120 балл алған кездерім болған. Сөйтіп тест кезінде 2000-нан аса адам қатысты, 300 енді шетелден келген қазақтар, 1700-дей жаңағы жергілікті Түркістаннан, Кентаудан 11-ші сыныптың бітірушілер. Сөйтіп 2 адам ең жоғары балл алды. Мен және жергілікті бір қыз. Сөйтіп маған менің мұғалімім айтатын, мен өзім декан айттым, біреу айтты, Кимэп-ке түсуге болады деп айтқан. Мұғаліміне айтқан кезде мұғалім мені қайтарды ойымнан. Өйткені мен Кимэп не екенін білмеймін, жарайды Кимэп балл жоғары. Сөйтіп мұғалім айтты, енді Рүстем деді, сен ол жерге түсесің оқуға деді. Ол жер өте мықты, жақсы деді. Бірақ ойлашы, сен автобуспен барасың, бір жыртық киімдермен барасың, ал сенің жаңағы группаластарың жеке көліктермен келеді, саған ыңғайсыз болады ол жерде. Ол жерге оқуға түспей-ақ қоя сал деген бір жаңағы нені айтқан, кеңесін айтқан. Сөйтіп мен бармадым ол жерге. Түркістанда қалдым оқуда. Түркістанда жаңағы ағылшын тілі курс деген ондай нәрсе жоқ еді. Репетиторға барып оқыдық кітап бойынша. Өзім үйрендім. 3 айдың ішінде ағылшынды еркін сөйлей бастадым. Өйткені мен жатақханада жаңағы өзімнің мықты системам бар еді. 3 айда еркін сөйледім. Кейін 3 айдан кейін жаңағы бізде ғылыми конференция болған. Соны ағылшын тілінде қорғаған кезде филология факультетінің деканы сұрақ қойған. Балам, сен Американың қай мектебінде оқыдың деп. Мен айтатын, мен кеше ғана 3 ай алдын жатақханада үйрендім ағылшынды деген кезде ешкім сенбейді. Бірінші курста да, магистратурада мен 5-ке оқып шықтым. Сол кезде мен бір қолыма бір мақала түсті. Мақалада жаңағы синдром отличника деген мақала.
сөйтіп оқып қарасам жаңағы 5-ке оқитын адамдар, мысалы алтын белгіге тапсыратындар, оларға 10 сыныпта ма бір 3 қойып көр, олар әрекетін тоқтатады. Бәрібір қызыл алтын белгі алмаймын ғой дейді, тоқтай салады. Ал 3 алатындар дейді, оларға бәрібір дейді. 3 алатын уже бұрыннан 3 алып үйреніп қалған, бәрібір оларға құласа да тұрады да кете береді. Соны оқып алып, мен 2-ші курста 3-ке оқып жүрдім. Мұғалімдер шок, бәрі түсінбейді. Менің магистратураның диссертациям тапсыратын күні таңда тұрып, жаңағы интернеттен Mail.ru-ды ашып, соларды копи-паст жасап алып барғам. Сөйтіп, ол кісілер мені орысып, ең қызығы бұл системада орысып, в общем, мен саған көп үміт еткен едік деген секілді 3 берген, 3 қойған, диссертациямен өтпеген. Бірақ ең қызығы маған қызыл диплом берді. Мен қай жерге жұмысқа тұрамын деген сұрақ қойдым. Барлық нәрсе сұрақ арқылы келеді. Сұрақтың жауабын таптың, таппасаң ізденуің керексің. Google-дан топ 5 туризм бойынша компанияларды қарап шықтым. Ол кезде Интерконтиненталь Алматы қонақ үйі, Риксос Астана қонақ үйі. Мен кейін деканатқа келіп айтатын, сіздер басқа адамдар бара берсін, мен басқа жерге барайын өзім. Практиканы солай өтемін деп. Алматыға Интерконтинентальға звондап, ол кісілерге айтқам, мен өзім ақшама келіп, жаңағы жатақхана немесе пәтер алып, сіздерде тегін бір ай жұмыс жасайын, маған практика өту керек деп. Ол кісілер жарайды деген. 4-ші сыныпты курсты бітіргеннен кейін мен Казгуға оқуға түстім. $1000 айлықпен Интерконтинентальға жұмысқа тұрдым. Бір күні ресепшнде тұрған кезде бас директор, отельдің бас директор өтіп бара жатыр. Бірден сұрақ келді. Бұл кісінің жасы қаншада екен деген. 55-те болып шықты. Менің жасым 22-де. Арамызда 57-де болды, мен 22, арамызда 35 жыл бар. Жас арам. Екінші сұрақ келді. Бұл кісінің айлығы қанша екен деген. Ол кісінің айлығы $12,000 болып шықты. Жаңағы отдел кадровтан сұраған кезде. Менің айлығым $1000. Кейін өзім 3-ші сұрақ қойды. Сол маған шапалақ ретінде болды. Рүстем, 35 жыл уақытыңды айлығыңды 12 есе көбейтуге дайынсың ба деп. Сол күннен бастап мен өз кәсібімді ашу керек деген немен жүрмін. Оймен жүрмін. Сөйтіп жүрген кезде 1,5 жыл жүрдім, қорқып жұмыстан шығуға. Кейін үйленетін болдым. Мен келіншегім Монғолиядан келген қазақ. Үйлендік августта, мен айттым үйленген кезде, екеуміз де жұмыстан шығайық. Немен айналысатынын білмейміз, 0-ден бастаймыз. Сол кезде енді ол кісінің бір жағынан маған сенім бергені, екінші жағынан біздің қорықпағанымыз. Үйленгеннен кейін 1 аптадан кейін зерттеп қараған кезде ағылшын тілін, мен методикам бар еді ғой. Ол кісі де ағылшын тілін жақсы біледі. Сөйтіп 100 теңгемен ең алғашқы кәсібімізді бастағанбыз. Ол жерде де система. Кейін енді ол мен жаңағы сайт жасап өзім 2013 жылы алғашқылардың бірі болып тегін мастер-класс шақырған. Қарап отырсаңыз, 1 айдан кейін уже орын жоқ офисте. Екінші офисте асамыз Темирязева Манасада 300 квадрат. Сөйтіп 7 айдан кейін түнде жатып осы компанияны сатуға қойсам қанша кетер екен деп. Просто ой болды, $40,000 деп қоя салдым. Сату деген ой болған жоқ. Сөйтіп ертесі күннен жаңағы 8 адам звондады. Кейін бір адам $33,000 сатып алды. 100 теңгемен ашылған бизнес 7 айдан кейін $33,000 сатып алды.
кәсібіміз ол өмірлік кәсіп. Ол Сабыржан Айрин бренді, киім бренді. Сабыржан Айрин менің кішкентай қызымның аты жөні. Сабыржан мен әкемнің аты. Бизнестің төңірегінде біз басқа да бизнестер. Ол корпоративті жаңа направление, киім барысы бойынша. Өмірде саған есіктер кейін ашылады да. Бірінші қадам жасауың керексің. Өзіңнің ойыңды жеткізе алуың керексің өзіңе. Жетістікке жету, арманға жету, уникальность дейміз ғой. Өзіңнің ережелеріңмен, өзіңнің айтқаныңмен, өзіңнің құндылықтарыңмен жүру. Өзіңді тыңдай білу, өзіңді кім екеніңді түсіне білу. Өзіңнің өмірің, өзіңнің өз қолыңда екенін, жауапкершіліктің бәрі өзіңде екенін, басқа адамда емес, мемлекетте емес, системада емес, өзіңде екенін соны түсіне білсең, соған жараса шешім қабылдайсың. Ол шешімдер оңай болмайды, бірақ сол шешімдер сенің жаңағы даму барысында мүлдем басқа вектормен жүргізетін болады. Мен өмірімде болмаған, армандай алмаған нәрселерге, заттарға, жалпы мықты өмірге қол жеткіздім. Оның барлығы қарап отырсаңыз бір Алланың мейірімі дейміз бе, енді еңбек еттік, бірақ берекесі, Алланың берекесі берген. Соған қатты қуанам, соған шүкіршілік етем. Өйткені менің кейбір адамдарға менің өмірім ертегі сияқты болып көрінуі мүмкін, жаңағы Золушка секілді. Соған Аллаға шүкір.